Баршаңызға қайырлы күн достар. Өз ас үйіңізде өз қолыңызбен бургер жасап көріңіз. Яғни үй жағдайында бургер жасау білесіз бе? Ендеше мен сізге өте қарапайым, жеңіл рецепті ұсынамын. Алдымен біз бургерге арналған булочкиді жасайтын боламыз. Бос ыдысқа жылы сүт, жылы су, шай қасық пен тұз, 2 ас қасық қант, қамыр қосытқыш, ертілген сары майды қосып, жақсылап барлығын бір араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнды аз-аздан қоса отырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Яғни булочканың тестасын дайындайтын боламыз. Дайындап алған тестамыздың бетін жауып, бөлме температурасында 1,5-2 сағатқа қоямыз. Сол аралықта біздің тестамыз көтеріледі. Тестамыз 2 есе болып, пышный болып көтерілді. Ыдыстан босатып алып, ұн сеуіп қолымызбен жақсылап бір қайтарып илеп аламыз. Енді біз булочкамызды дайындауға кірісеміз. 90 граммнан барлығын бөлшектерге бөлетін боламыз. Таразының көмегімен бөліп шығасыздар. Бөлінген бөлшектерді қолымызбен видеодағыдай домалақтап форма бересіздер. Дайындап алған бөлшектің барлығын пергамент төселген формочкаға салып, міндетті түрде расстойкаға қоясыздар. Яғни 15-20 минутқа расстойкаға қойып, бетін жауып қоямыз. 20 минут өткеннен кейін осындай болып булочкамыз 2 есе үлкейеді. Енді оның бетіне бір жұмыртқаның сары уызымен 1 ас қасық сүтті араластырып, кисточкамен жағып шығамыз. Одан кейін оның бетіне күнжіт сеуіп шығасыздар. Қызып тұрған 190 градустағы пеште 30-35 минутта булочкамызды қызартып пісіріп аламыз. Сіздерде осындай қып-қызыл жұмсақ бургерге арналған булочкилер дайын болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі видеода мен сіздермен үй жағдайында осы булочкилерден бургер жасап үйренетін боламыз. Міндетті түрде менің арнамнан алыстамаңыздар. Егер де жаңа көрермен болсаңыз, тіркелуді, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Рецепт ұнаса, лүпіл баса кетіңіздер.